Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әртүрлі бұйымдарды ілмекпен тоқу, сулықтар, сөмкелер, ұялы телефондардың қабы және көптеген басқа бұйымдар. Оқу мақсаты: шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану. Сабағымыздың мақсаты: әртүрлі бұйымдарды тоқуға арналған қажетті құрал жабдықтарды айтады. Ұялы телефондарына тоқыған қаптарын ұлттық ою-өрнектермен безендіруді ойлап табады. Бағалау критерийлері: тоқыма тоқуға қажетті құрал жабдықтарды атайды. Қажетті құрал жабдықтарды пайдаланып, ұялы телефонға қап тоқиды. Дескриптор: тоқыма тоқуға қажетті құрал жабдықтар туралы әңгімелейді. Түрлі түсті моншақтарды пайдаланып, қапты безендіреді. Шеңбер түрінде тоқу үлгісі берілген. Балалар, фотосуретке мұқият назар аударамыз. Тізбек, цепочка: бірнеше үлпілдек шалудан жасалған тізбектер алғашқы қатар немесе тоқылуға тиіс бар бұйымның бастапқы негізі болып саналады. Ілмектің ұшына бір шолу жасайды да, жіпті ілмекке орап, алғашқы шалудың ортасынан өткізіп алады. Осылайша қайталана береді. Қысқа шалу: ілмекті тізбектегі 3 шалудың алдынан артына қарай өткізеді. Содан соң ілмекке жіпті орап, оны ілмектегі 2 шалудан өткізіп алады. Жай шалу: ілмекті тізбектетіп, 3 шалудың алдынан кері қарай өткізеді. Ілмекке жіпті орап, шалып алады. Сонан соң жіпті тағы орап, оны ілмектегі 2 шалудан өткізіп алады екен балалар. Балалар, ілмек бізбен тоқылған телефонға арналған қап және сулықтар. Фотосуретке назар аударамыз. Нық шалу: ілмектің сабына жіпті орап алып, ілмекті тізбектің 3-ші шалуына алдынан артына қарай өткізеді. Ілмекке жіпті орап шалып алады да, жіпті тағы да орап, енді оны ілмектегі 3 шалудан өткізіп алады екен балалар. Бос жіп қосылған шалу: бағананың биіктігін көтеру үшін оны бірнеше рет жіп қосып тоқу керек. Ілмекке жіпті орап, бұрынғы қатардағы не тізбектегі 4-ші шалудан өткізеді де, оған қайта жіп орап, бір шалуды тартып шығарады. Жіпті қайта орап, оны ілмектегі шалу мен бос жіптен 2 шалу етіп өткізеді. Содан кейін жіпті тағы орап, оны ілмектегі соңғы 2 шалудан өткізіп алады. 2 немесе 3, одан да көп бос жіп қосылған бағана жасау үшін, соған сәйкес ілмекке 2 немесе 3 бос жіп қосып шалу жасап отыру қажет. Балалар, содан кейін біртіндеп ілмекте бір жіп қалғанша 2 жіптен қосып тоқи береді. Ол үшін ілмекті соған сәйкес 5, 6, 7 шалулардан өткізіп отырады. Ал ілмектің ұшында әрқашан бір шалу қалып отыру керектігін есімізден шығармайық. Фотосуретте көрсетілген ілмек бізбен тоқылған әсем кестелер. Балалар, мына фотосуретте ілмек бізбен тоқу үлгілері көрсетілген. Назар аударамыз. Рефлексия балалар. Сабаққа қатысты өзара пікір алмасамыз. Сау болыңыздар.